1 қаңтардан бастап Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы Қазақстан Республикасының кодексі мен Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кедендік реттеу мәселелері бойынша өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының заңнамасы күшіне енді. Кеден кодексіндегі өзгерістер кеден органдарының лауазымды тұлғаларының қатысуынсыз ақпараттық жүйе бойынша тауарларды автоматты түрде тіркеуге алу және шығару мүмкіндігі жасалған. Бір терезе қағидатын іске асырудың мүмкіндігі заңмен бекітілді. Кедендік рәсімдеуді өткізу енді нәтиже шартына негізделуі тиіс. Тауар мен кедендік рәсімдеулерге дейін тауарларын шығарылатын кәсіпкерлер тізімін кеңейту. Уақытты үнемдеу. Кедендік транзитті аяқтау жұмысы қысқартылған. Шығару шартының ұзақтығына қарай транзиттік тіркеу уақыты қысқартылған. Кедендік декларациялау. Бизнес үшін кедендік баж және салық төлеу мерзімін кейінге шегеруге мүмкіндік берілген. Еуразиялық экономикалық одақ мүше мемлекеттер арасында қатынап жүрген азаматтарға енді өзара duty free'ден тауар сатуға және сатып алуға рұқсат берілген. Тауарларды шығару мерзімі. Декларацияны тіркеу уақыты 2 есеге қысқартылған. Тауарларды шығару мерзімі 6 есеге қысқартылған. Кедендік декларацияны түзету тәсілдері жеңілдетілген. Кедендік төлемдерді төлеу бойынша кепіл сомасы қысқартылған. Уәкілетті экономикалық операторларға арналған сертификаттың 3 түрі енгізілді. Шағын және орта бизнес шағымдарын қарастыру мерзімі қысқартылды. Мәселен, кедендік төлемдерді өндіріп алу туралы кеден органдарының талаптары бойынша, кедендік бақылаудағы тауарларды іздеу бойынша. Еркін қойма иелері, кедендік қойма және жеке тауар сақтау қоймалары үшін талаптары жеңілдетілген. Кеден кодексіне кәсіпкерлер тарапынан жасалған 500-ге тарта ұсыныс енгізілді. Атамекен – бизнестің сенімді серіктесі.